Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Еңбек инфо және де мен Бейсенов Мұхтар. Жобамыздың негізгі мақсаттарының бірі ол адамдарды кәсіпкерлікпен айналысуға тарту. Сіздер мемлекеттің қолдауымен қалай өз ісіңізді аша аласыз? Қаржылай көмек, оны алудың шарттары секілді ақпаратты ұсынамыз. Осы орайда бүгін мен бизнеспен айналысуда мемлекеттік қолдау шараларының бірі еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасына қатысушыларға берілетін жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар туралы 5 сұраққа жауап беретін боламын. Мемлекеттік грант алуға бастапқы бизнесті іске асыратын немесе іске асыруды жоспарлайтын бағдарламаның бірінші бағыты бойынша оқытуды аяқтаған, немесе бұл бағдарлама шеңберіндегі кәсіпкерлік негіздері курстарынан өткен және оның алдында басқа да мемлекеттік бағдарламалар бойынша қаржылық көмек алмаған тұлғалар қатыса алады. Ол заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу немесе дара кәсіпкер мәртебесін рәсімдеу мерзімі жүгінген кезде 1 жылдан кем уақытты құрайтын бағдарламаға қатысушылардың бизнес жобалары. Яғни сіздің дара кәсіпкерлігіңіз 1 жылдан аспауы тиіс. Қаржы өтеусіз және қайтарымсыз негізде 1 рет қана беріледі. Оның мөлшері 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерді құрайды. Ол дегеніміз 240.500 теңге. Біріншіден тұтынушылық мақсаттарға, екіншіден кредит қарыздарын өтеуге, үшіншіден жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, төртіншіден жер учаскелерін сатып алуға, және де бесіншіден акцизделетін өнімдердің өндірісіне берілмейді. Біріншіден үміткерлердің Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркелуі. Екіншіден, Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасының жанындағы комиссияның оң шешімінің болуы. Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасы өтініштерді қарау үшін атқарушы билік органдары, қоғамдық бірлестіктер, ғылыми білім беру мекемелері, өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің салалық сарапшылардың қатысуымен құрамы кемінде 5 адамнан тұратын комиссияны құрады. Мемлекеттік грантты алу үшін тұрғылықты тұратын жер бойынша халықты қамтудың жекеше агенттіктері де порталға жұмыс іздеушілер мен бос жұмыс біріншіден мемлекеттік грант алуға өтініш алады. Екіншіден жеке басшылар мен вакансиялар табу үшін порталда тіркелу міндетті емес, бірақ вакансия үшіншіден кәсіпкерлік субъекті байланысқа шығу үшін міндетті түрде порталда тіркелу қажет, немесе қайта тіркеу туралы анықтама электрондық еңбек биржасының бір артықшылығы онда барлық қызметтер көрсетіледі. Хабарламаның көшірмесі. Төртіншіден, сонымен қатар интернет желісіне шыға алмайтын азаматтардың облыстың барлық жұмыспен қамту орталықтарында өз-өзіне қызмет көрсету аймақтары құрылған. Онда компьютерлер орнатылған және консультант мамандар электрондық еңбек биржасы интернет ресурстың пайдалануды үйретеді. Және де жетіншіден, тұрақты елді мекендердің тұрғындары ауылдық округ әкімдеріне